Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Сабаққа қош келдіңіздер. Ең басымен қазір біздің бірінші тапсырмамыз, біз өзара топқа бөлінеміз. Топқа бөліну үшін сіздер қазір мына жерге жақындайсыздар. Қиылған суреттің бір бөлігін аласыздар. Сол қиылған суретті жинауып бір топқа бөлінесіздер. Жақсы ма? Енді қараңыз, суретке қарап, біз бүгінгі сабақтың қандай тақырыбын шығарамыз? Отбасымен демаламыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы отбасымен демалыс. Қазір мен сіздерге мынандай карточкалар таратамын топқа. Бұл карточканың ішінде осы суретке сабақтың тақырыбына қатысты сөздер бар. Сендер сол сөздерге 5 минуттың ішінде сөз тіркестерін құрайсыңдар. Қазіргі берілген тапсырма бойынша біз сіздермен сөздер арқылы сөз тіркестерімізді құрамыз керек. Құрасызық қой. Енді қараңыз, бірінші топ. Сіздерде қандай сөз болады? Рухани азық отбасында. Рухани азық отбасында. Қандай сөзді қостыңыздар? Отбасында. Отбасында. Рухани азық отбасында дейміз. Екінші топ, екінші сөз. Танымды. Танымды. Қандай сөз тірке шығады? Бурабай танымды жер. Бурабай танымды жер. Жақсы. Келесі үшінші топ. Сергітеді. Демалыс сергітеді. Демалыс сергітеді. Жақсы. Келесі сөз. Демалыс жан рахаты сергітеді. Жан рахаты сергітеді. Құрастырылған тіркестермен келісеміз бе? Келісеміз. Онда форматив бауы болашақ бір-біріңізді шапалақпен қаралайсыз. Жақсы, енді қараңыз, сөз тіркесін құрады. Сөз тіркесін құрастырғаннан кейін қазір сіздерге мен келесі тапсырманы беремін. Келесі тапсырма бойынша сіздер шеңберге шығасыздар. Бізде болады ішкі шеңбер және сыртқы шеңбер. Ішкі шеңбердің ішінде 7 оқушы тұрады. Сыртқыда 11 оқушы тұрады. Кино және театр. Нағыз мәдениеті, салиқалы адамның таңдауы десек те болады. Дұрыс таңдалған туынды сізді демалдырып қана қоймай, рухани азық сыйлайды. Атқа мініңіз. Әрбір қазақ аттың құлағына ойнамаса да, еркін мініп жүре алуы керек. Алғаш рет болса, достарыңызға айтар қызықтарыңыз көп болмақ. Жалпы ішкі шеңбер оқып шықты, сыртқы шеңбер тыңдадыңыздар ма? Демалыстың түрлерін білдіңіздер ма? Қандай демалыстың түрлері бар екен? Кино және театр. Жақсы. Жақсы. Парашютпен секіру. Жақсы. Роликпен велосипед. Енді қараңыздар, келесі тапсырма сіздер қазір топтың ішінде. Мен сіздерге мынандай қазір қағаздарды таратамын. Бұл қағаздың ішіне сіздер постер жасауыңыз керексіздер. Алған ақпаратты, жаңа тыңдаған ақпаратты. Сіздер соны пайдаланып постерге қосасыздар. Жақсы ма? Сол кезде постерге қосқан кезде мынандай тақырып шығады. Демалысты көңілді пайдалы өткізу үшін мен не істей аламын? Осымен тапсырма аяқталды. Енді үшінші топ шығамыз мына жерге. Шығамыз, постерлеріңізді қорғаймыз. Қалғандарымыз бағалау парағын дайындап қойыңыз. Жақсы ма? Қазір бағалаймыз. Бұл суретте біз отбасымен бірге тауға бара жатырмыз. Мына жерде таулар кішкентай және үлкен бар. Үлкен таулардың үстінде әлі қар жатыр, себебі сол жерде өте суық. Бірақ мына жерде өте жылы көбелектер бар, гүлдер өсіп жатты және отбасының киімді жеңіл, себебі ауа райы жылы. Уақыт өткізуі өте қызық болды. Тақырыппен тоқса бағалаймыз. Жақсы. Маған сурет өте ұнайды және олар сөйлеген өте ұнайды. Ұнады. Жақсы. Жақсы қорғады. Біз сіздермен қазір 3-2-1 стратегия деген бойынша қорытынды жасаймыз. Жақсы ма? Сонда қараңыздар, нені таңдаймыз? 3 маңызды ақпаратты айтамыз. Одан кейін 2 аспект айтамыз. 2 аспект деген ол не қиын болды бүгін сабақта. Және бір іс-әрекет айтамыз. Бұл ұнаған нәрсе. Не ұнады? Бірақ қана айтамыз. Отбасымен
демалу көп түрі бар. Парашютпен секіру, атқа міну, саябаққа бару және тағы басқа. Жақсы келген. Мен бүгін 3 маңызды ақпарат алдым. Бірінші, мен қай жақтарда демалу болатын білдім. Олар парашютпен секіру, театр және киноларға бару. Енді екі қиын аспект айту керек. Біздің топқа постер жасау және оны қорғау қиын болды. Біздің тобымызға ең қиын ол постерді қорғау және сөз тіркестерді жазу қиын болды. Енді бір ең ұнаған нәрсе, бір ғана нәрсені айтамын. Маған постер салуға өте ұнады. Біздің тобымызға чемберге бөліну ұнады. Біз бәрімізге топқа бөліну ұнады. Сонымен құрметті оқушылар, бізде сабақ аяқталды. Барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыз.